Әйелдер туралы. Адамды бұзатын не? Атақ, ақша, арақ, осы үшеуі. Төртіншісі әйел демеймін, алғашқы үшеуінің буына бөртіп, әйелдерді біз еркектер бұзамыз. Бауыржан Момышұлы. Әйел затының жалпы нәзік деп айтады ғой, бос сөз. Мықтының ең мықтысы көбіне әйел екеніне кім-кіммен де дауласуға бармын. Бердібек Соқпақбаев. Әйел сені, сен әйелді сүйгенсің. Сен әйелден, әйел сенен сый көрсін. Өз елінің ұлы болам деген жұрт әйелдерге құл болуды үйренсін. Тұманбай Молдағалиев. Жаман әйел болмайды, біз оны қолдан жасаймыз. Біз су азайып, тозы молайған теңіз сияқты әйелдерімізді дөрекелендіріп алғанбыз. Біз олардың өліп бара жатқан нәзіктігі мен тазалығының алдында мәңгі бақи айыптымыз. Дулат Исабеков. Қызды қадірлемеген кәдесіз дейді. Қыз кем емес, тең, ертең ана болып үй билейді. Ақылы асса, ел билейді. Мұхтар Мағауин. Қазақ еліне ер адам мен әйел тең. Қазақи ерекшеліктер әйелдерді қорламайды. Әйел келісімімен іске асады. Барлыбек Сырттанұлы. Адамды хайуандықтан адамшылыққа кіргізген әйел. Мұхтар Әуезов.